Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді натуральный мороженыйдың құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Бізге сап-сары, дәмді 2 үлкен банан керек. Бананды видеодағыдай турап аламыз. Енді бананның бетін пищевой пленкамен немесе целлофанға салып, морозильникқа 3 сағатқа қоямыз. Келесі морозильниктен бананды алып, ыдысқа саламыз да, бір келкі консистенция болғанға дейін миксерлейміз. Достар, бананға сіздер клубника, малина, смородинаны қатырып қоссаңыздар болады. Келесі блендерден өткен бананды 2-ге бөліп аламыз. Бірінші бөлігін қалдырамыз да, екінші бөлігіне 2 шай қасық какао қосып, тағы да блендерден өткіземіз. Бананға 2 қасық какао қосқанда осылай шоколадный мороженый болып шықты. Дәмі енді керемет болды. Енді осы шоколадный консистенцияны кондитерлік пакетке салып аламыз. Келесі екінші ыдыстағы бананның консистенциясын кондитерлік пакетке құямыз. Енді ыдысымызға жаңағы дайындап қойған кондитерлік пакеттегі мороженыйларды құямыз. Егер мороженый сұйықтау болып шықса, осы ыдысымен морозильникқа 1 сағатқа қоямыз. Келесі мороженойды әсемдеу үшін мен үстіне черешня қойдым. Немесе малина, ежевика қойсаңыздар болады. Келесі ыдысымызға шоколадты мороженойды құйып аламыз. Оны әсемдеу үшін оның үстіне мен сгущенкадан және де ақ шоколадты құйдым. Және де үстіне орехтар септім. Сіздер өз фантазияларыңызға байланысты басқа қылып әсемдеулеріңізге болады. Міне достар, біздің натуральный мороженойымыз дайын. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте оп-оңай әрі өте пайдалы, дәмді болып шықты.